просто белую футболку и все. Цену пониже, вот я научился, например, Маргулан, все, хочу заработать. Марино Мадидің қаншалықты пайда тауып жатқаны көп адамдарға өте қызықты сұрақ. Твой оптимизм, амбиции, энергия, это на второй план. Самое главное, точный расчет. Қалай келді? Ну, они ағашки были, государство төлейсің. Прибыль қалтаға салады, почти қалмайды. Мемлекет кедергі жасамаса, компаниялардың барлығы жақсы өсе береді. Қазақстанда Цифры – это самое главное в бизнесе. бизнестегі ең үлкен қателігіміз. Зазвездил, зазнался. Мы строили корпорациям, нефтяным компаниям, вот там в Актау мы прям не лезь туда, где не разбираешься. Жалпы өмірде сізді не шабыттандырады? Красота. Для меня самое важное. Ассалаумағалейкум Марат ағайындар. Бүгін мінекей бізде жаңа түсірілім, жаңа шығарылым. Бүгін бізде қонақта еуропалық Марино Мади деген брендпен әйгілі сол компанияның иесі Мади мырза. Қош келдіңіз біздің студияға. Рахмет. Жалпы мен бірінші сұрағына басайын. Әдетте біздің оқырмандарға, көрермендерге өте қызықты болады. Келген қонақ жалпы осы бизнеске қалай келді жалпы? Сіз осы саланы оқыдыңыз ба, университет бітірдіңіз ба? Өте қызықты. Жалпы мен оқуды бітіргем финансы болған. Қаржы финанс. Алматинский государственный университетті бітіргем. Сосын құрылыс саласында жұмыс істегем. Алдымен наемный специалист болып, сосын өз компаниямды ашып, құрылыспен айналысқам. Құрылыс жайында ол жай құрылыс емес, такой специфичный құрылыс бастағанбыз. Біз спортивный площадкалар салуды бастағанбыз Қазақстан бойынша бірінші компания болып. 2003 жылы құрастырып, біз тек қана теннисный корт, футбольный поле, беговые дорожки деген сондайлар ғана істейтінбіз. Гольф. Ондай Қазақстанда мамандар жоқ болатын. Мен өзім барып шетелге оқып, соны қалай салу керек екен, мамандарымды алып барып оқытып, соны бастағанбыз. Сосын 2004 жылы біз Қытай техникасын одни из біріншілер болып әкелген болатынбыз. Экскаватор, бульдозерлер, солар, самосвалдар. Біздің конкурент тек қана Қытай бір-екі фирма болған. Біз единственный қазақстандық фирма болғанбыз, Қытайдан техниканы әкеліп. Сол бизнеспен жүріп өсіп, филиалдар ашып, Ресейде жұмысты бастап, тек қана сол құрылысшы болып, бизнесмен болып жүргем. Соның көп сол кезде шетелге көп барып, елдермен көп араласып дегендей төсіп, сол кезде ішкі жағымнан сол ылғи дизайнға тартылып жүрген. Өзім біздің жұмыскерлердің формаларын жасайтынмын, дизайн, офистардың, даже тек қана офис емес, даже бізде техосмотр істейтін жерлер бар. Соның да ішінде дизайн жасайтынмын. Мынандай әдемі болсын, мынандай түс болсын, самосвалдар кіргенде нерде былай болсын, сондай нелер жақсы көретінді детальдарды. Соны хобби ретінде, сосын кейбір достарыма мерчтер көмектескем жасауға. Олар айтады, біздің компанияға, мысалы, футбол клеш сияқты көмектеш дизайн жағында. Былай, соны жай хобби ретінде көмектеш жүргем. Сосын бірте ойлағам бір бренд ашып, көз киім тігуді бастасам деп, ерлерге, тек қана ерлерге. Өйткені шетелге көп барып жүрді, мен ойлағам, әсіресе сол шетелде біздің елдер, жігіттер киініп жүргенде өзінің кішкене современный түрінде киінсе, және қазақша біз қазақпыз деген бір почерк болса деген да киімді. Соны ойлап жүріп, сол бірінші пололар шығарған болатын, қазақ елі деген поло. Ол қандай қазір дизайн әлді біз шығарамыз. Сол біздің бірінші творческий решениеміз болды. Поло шығару, қазақ елі деген, ол современный, удобный киім. Сол бірінші моделіміз 2016 жылы шыққан болатын. Содан бастап, арғарай спрос қарадық, бөліп атырып бұл Қазақстанда. Европада біз Францияға сондай морской тематикада киімдер жасаған болатынбыз. Сөйтіп бірте хоббиді кішкене бизнес қылып жібердік. Осылай келгенбіз. Жаңағы сіз құрылыс саласынан 2004-2014 жылы бағана киім саласына кіруді шештіңіз, иә? 16 жыл.
иә 12 жылдан кейін 12 жылдан кейін. Да, 12 Ал қазір мөлшермен одан бір 8 жылдай өтті. Қазір менің сұрағым, сол кездегі құрылыс саласындағы кірістеріңіз көп па, жоқ әлде қазіргі Marino Madi'дағы кірістеріңіз көп па? Таза пайданы. таза пайданы айтсақ, конечно, құрылыстың пайдасына Marino Madi жеткен жоқ. Өкінбейсіз ба? Сондай бір ерекше бір шешім қабылдағаныңыз ба? Иә, жоқ, мен ойлаймын, ондай цифрларға біз әлі жетеміз. Әлі жетесіздер. Әлі жетеміз. Жетеміз де, озамыз да, бірақ ондайға пока жеткен жоқпыз. Қандай қиыншылықтар болған жоқ па? Басында үлкен шешім қабылдаған кезде. Қатты ешқандай қиыншылық сезген жоқпын, былай сезім ретінде да. Өйткені мен 14 жылы шетелге көштім. 14 жылы біз Францияға көштік. Ол Франция көшудің шешімін мен қабылдағаным, мен ол жерде Францияда жаңа бизнес ашам деп оймен бастағам. И 13 пен 14-тің арасында мен Қазақстандағы түгел бизнестерім сатып жүргем. Біреусін қытайларға, екіншісін партнерларға, үшіншісін бізде international бизнес болған, декоративный панельдер, оны немістерге сатқам. Содан Францияға көшкен соң өрде ойым мен киім саласымен айналсам деп ой болған жоқ точно. Сол жерде жүріп бір нәрсе ойлап табам деп ойлағам. Өз Франция елін көптен бері ұнататын ел болатын да. Францияның Париж емес, Ницца теңіздің жағасында. Өзімде ішімде бұрын жанып жүрген мода несі жеңіп кетті да. Мысалы, әртүрлі бизнес пландар қарайсың, так, солнечный батареяны бастасақ, бүйтуге болады дегенде Францияда да. Мынандай теннисный, спортивный стресс бассаң, былай істеуге болады деп. Примерно 2-3 жылға бизнес план жоспарлы жасағанда, и киім жоспарын жасағанда, цифрлар азырақ та, мысалы, солнечный панель басқарған, бірақ мен талабым осыған жақын болып тұрды да. Мне это больше нравится дегенде, осы маған қызық дегенде. И сөйтіп шешім қабылданды. То есть и разуммен, и жүрекпен дегендей да. Қазір ешқандай өкініш жоқ. Қаншама жыл. Керемет. Жалпы осы уақытқа дейін Marino Madi бренді көп адамдарға танымал. Біз де жақсы көреміз, жиі киеміз, заказ береміз. Жалпы осы брендті қалыптастырудың бір тетігі не жерде? Қай жерде? Қандай тетіктері бар? Как любой бизнес бастау бойынша ең алдымен сенің ішіңнің энергияң болу керек, заряд, энергия, желание да, ол біріншіден. Қанша отың бар, күйесің, соған байланысты сенің бизнесің өседі біріншіден. Екіншіден ол әрине финанс. Финансовый қаржы возможностьтарың көбірек болса, сен көбірек реклама жасайсың, көбірек товарлар шығарасың, көбірек магазиндер ашасың дегенде. Соған байланысты. Үшінші, ол енді коммуникационный способностьтерің да. Мысалы, Францияда жүріп, французша ол кезде тым жақсы сөйлемейтін да. Енді так, пользователь ретінде свободный сөйлемейтін. Сол, мысалы, кішкенде қиыншылықтар әкелген болатын басында француз тілінде. Мысалы, Қазақстанда, Ресейде өз тілінде сөйлеп, реклама жасай аласың, сөздеріме адамдар білесің дегенде. А Францияда сол кішкенде басында қиындық болған. Сосын курстарға барып, соның деңгейін көтеріп, кішкене дәрежеге жеткен боламыз. Негізгі бұл енді как киім саласы, мен выбирать еткен киім саласы, ол тек қана фэшн емес, андай показдарда көрсететін творчествоны емес. Менікі ол кішкене былай күнделікті киім. Сондықтан ол ближе, чем фэшн, ол ближе бизнеске, да. Сондықтан ол как обычно бизнес ретінде, сон просто дұрыс товар шығару, дұрыс реклама жасау и дұрыс сату. Дұрыс сату. Примерно, да. Жалпы Тек қана товар шығаратын кезде сен кішкене творчествоны жасау пайдалану керек, что қай түстер жасау, қандай дизайн, қандай не, ары қарай ол как обычный бизнес. Онда жалпы Marino Madi еткен жалпы не? Бұл жерде тек қана сапалы киім емес қой, да? Қазіргі осы брендті қалыптастырған қандай бір ерекше жұмыстарыңыз болды? Біздің формуламыз деп айтқандай, қазақша қалай, біздің ДНК ретінде, ол біз осында Қазақстанда да Францияда позиционировать етеміз как тюркская душа в европейских лекалах деген. Оның қазақшасын қазір точно айтамай. Сол основа дейміз, что біз түрк елдерінің кішкене этнографиясын, кішкене стилистикасын, кішкене фольклорын киімге қойып,
бірақ европейский стильде киімге қойып дегендей да қосып соны шығарамыз. Идея сондай. Мысалы біз жай мысалы казахский там чисто казахский тақия шапандар жасамаймыз. Біз оны стилизован, как бы, чтобы Европада киетіндей қылып жасаймыз да. Сол біздің как это айтқанда сол микс жасаймыз, в общем. Бір ерекшелік болып тұр ғой Да, сіздерде. этнокультура Средней Азии и европейский стиль одежды. Қызық, сіздер сияқты болғысы келетін негізі жастар бизнесмендер көп. Мен сіз сырттан көп естиміз. Мысалы, әшекей бұйым сататын компаниялар бар, киіммен айналысатын адамдар бар, бірақ Marina Mody сияқты болғысы келеді. Ал соларға қандай бір өздеріне бренд болып қалыптасуына, үлкен биік бренд болып қалыптасуына қандай бір кеңестеріңізді бересіз? Қысқаша айтқанда, біріншіден ол творческий потенциал болу керек да. Мысалы, сен өзің бизнесмен болып, онда киім саласымен істеймін десең, онда өзің творческий болу керек, немесе қасында командаң болу керек, дизайнерлер. Ол жолдасың бола ма или наем дизайнерлер бола ма, әйтеуір творческий составляющий өте важен. Мен примерно мүмкін айтамын, что где-то 50% кемінде успеха зависит от творческой составляющей. Креативность. Екіншіден, ол бизнесмен болсаң, ол енді прагматичность. Умение правильно рассчитывать, планировать, как бы прогнозировать дегендей, да. Это важное качество руководителя. Екіншіден. И осы екеуін қосқанда, мысалы, собраниялар жасап, планировка жасап, енді стратегия жазғанда, өрде самый главный сендер әр бренд, жаңа бренд деген, ол өзінің орнын табу керек те, идентификациясы, мен айтқан ДНК-сын. Біз мынандаймыз, чтобы он почергі постоянно бір почерк болып тұрды да, ерекшелік. Оны кейбір айтамаймын точно, бірақ көп брендтер оны бірте-бірте табады. Сразу вот не фирма аштым, осы брендті бастадым деп, кейбіреулер бұлай идеямен бастайды да, сосын кішкене өзгеруі мүмкін. Ол тек қана мен Қазақстандық пример айтып тұрған жоқ, мен әлем бойынша примерлер дейді. Көп брендтер сөйткен. Біз мынандай киім жасаймыз жастарға деп, аяғында бизнесмендерге кеткен, или наоборот, әйелдерге бастаймыз деп, балаларға кеткен деген. Ондай примерлер көп, успешный брендтер де көп да. Сондықтан более быстрый успех келет, сен как раньше найдешь свою идентификацию, тем у тебя будет более успешная, легкая дорога, да, бизнес. Интересно. Да, вот это очень важно. А чтобы правильно найти свою точку, иметь свою идентификацию, нужно, как грубо говоря, 100 раз подумать, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь дегенде ғой. Соны сен жақсылап ойлап, пішкіріңмен, как прочувствовать етіп бастасаң, оңайырақ болады. Жалпы Marina Mody'дің қаншалықты пайда тауып жатқаны көп адамдарға өте қызықты сұрақ. Егер мүмкіндік болса, сол сұраққа жауап берсеңіз, жалпы Marina Mody барлық точкаларын қосқан кезде қаншалықты пайда келеді жыл сайын? Біз бастағанда, мысалы, Францияда бастағанда, біздің обороттарымыз алдымен там бірінші жылы где-то 100 000 евро болды, бірінші жылы, 16 жыл ма? Да, 100 000 евро. Сосын бірте-бірте өсіп, ковидқа дейін біз 1 миллионға жетіп қалғанбыз бір жылда. И 1 миллионнан асамадық. Ковид сосын нетті да, одан асамай қалдық. Ал Қазақстанда, ол как французский да, а Қазақстанда біздің обороттарымыз енді одан да көп, өйткені бұл жерде бізде өте көп корпоративный клиенттер бар. Біз өз киімдерді шығарамыз, сатамыз, ол мысалы өте көп ақша емес, бірақ бізде өте көп корпоративный клиенттер. Өздеріне киім заказ береді, немесе біз дизайн істеп береміз сондай. Сондай заказдар мектептер, Қазақстан темір жолы, Қазмұнайгаз, сондай салалардан өзі көп заказ келген, сондықтан руководствоға мысалы комплект тігіп береміз, тігіп беретін боламыз бұрыншы. Қазірде ондай бар заказ, бірақ бұрын өте көп болады. Мысалы, топ руководством жилеты, пиджаки, блейзеры, куртки, брюки, толық жасағандай, с пакетом, подарочный или коробкамен сондай. Сондай заказдармен Қазақстанда корпоративный клиенттер біздің основной turnover'ымыз жасаған болады. Жалпы егер нақты цифрда егерде айта алмасаңыз, бірақ мысалы бір жылда салған инвестицияңыздың қанша пайызы қайтып келеді? Жалпы бұл бизнесқа мен басынан салған где-то 500 000 примерно. Евро. Да, 500 000 евро. 15-16 жылдар салған 500 000 евро. Қазір бәрін есептегенде брендтің стоимостьпен дегенде активтермен бәрін айтамаймын точно қанша болуы мүмкін. Мен
сезінемін, что где-то там, наверное, 5-ке жетпейді, сол 5 миллионнан азырақ болады. Жақсы, 10 есе. Ну, примерно, да. Керемет. Ал тағы бір сұрақ. Қазірше кәсіп туралы сұрақтарды қоя берейін, сосын жеке басыңызға байланысты сұрақтарды қоятын шығармын. Жалпы бір жылда тапқан табыстың, мысалы EBITDA дейді ғой, тапқан табыстың налог төлегеннен кейін соның қанша пайызын өзіңіз жаратасыз жеке өміріңізге, қанша пайызын қайтадан бизнеске саласыз? Бұрын Қазақстанда бизнес дегенде четкий правила болатын да. Өйткені бизнес өсіп тұрған четкий правила. Аппетиттерің өседі, балалар пайда болады, там мектептер оқу көтеріледі, ол кезде планомерно болады. Доход өседі, расходың да өседі, да? Бірақ пропорция сақталып тұрады, ну, примерно. Мысалы, қазір айтамайым точно, бірақ мысалы 10% десекші, мысалы, да, грубо. Ал мына Европада кішкене басқаша, бұл жерде, Европа бизнеста, бұл жерде, можно сказать, біз мына семейный расходты көбейтпейміз. То есть сен доходың көбейсе, мына өзіміздің расходты көбейтпейміз. Тұрақты. Да, тұрақты фиксируем. Соңғы, наверное, 5-6 жыл ол почти өспейді. Мүмкін сәлім, бірақ почти өспейді. Өйткені өрде біздің өзіміз расходтарымыз жоғары Қазақстан қарағанда, да, семейный, и бизнестің расходтары жоғары. Өрде бәрі қымбат қой, білесіздер. Аренда қымбат, зарплата қымбат, налогтар қымбат. Сондықтан өрде уверенно чувствовать үшін сен алдымен наоборот жақсылап жинап алуың керек та, сосын тек қана расходтарыңды көбейте аласың. Өрде о жағынан прямо пропорциональный емес дегендей. Сонда жалпы түскен пайданың сіздер шығындарыңыз тұрақты, сол шығындарыңызға ай сайын өзіңіз айлық ретінде, еңбек ақы ретінде жұмсайсыз да, ал түскен пайданың 100%-ын практически 100% компанияға құйылдырып, 100%. Ол былай ойлайды, тек қана компания кірмейді, оның біз примерно 40% налогқа кетеді ғой, 40-45% налогқа кетеді. Сондықтан ол жерде былай компания жай бая бермейді, өйткені государство төлейсің. Мемлекетті байытасыз. Мемлекет байыты. Керемет. То есть Францияда солай 40%. Францияда солай, да. Түсінікті. Қазір командаңызда... Өрде прибыльдің, мысалы, налог на прибыль 30%. НДС 20 жарайды, налог на прибыль 30%. Сосын заработный платаға со всеми отчислениями, мысалы, заработный плата 1,5 евро болса, самый минимальный, да, біз фирма төлейтін налогымыз где-то 1100. 1,5 қолға бересіз, 1100 государство төлейсіз. Примерно солай. И соны есептесеңіз, сіздер просто былай, прибыль қалтаға салатын, почти қалмайды. Сәл қалады, оны бизнесқа қайтадан кіргізесің. Сол. И өрде үлкен компаниялар, мысалы, монстр компаниялар қалай пайда болады? Олар именно үлкен обороттар жасайды, и сол обороттан прибыльдер жоғары болады, и налогты төлейді жоғары болады. Сосын жақсы өскенде олар потом перерегистрация дейді бизнесте. Налог азырақ жерлерге, Швейцарияға или басқа жерге. А мынандай біз сияқты кішігірім средний бизнестер ондайға мүмкіндік жоқ. Сонда біз просто налог төлейміз болды. Мемлекет қаншалықты қолдайды, соншалықты налог алып жатқан кейін мемлекеттен қаншалықты қолдау болады. Әдетте Қазақстанда біз мысалы өзіміздің достар әңгіме айтып қалжың жасаймыз. Қазақстанда бізде мемлекет кедергі жасамаса, компаниялардың барлығы жақсы өсе береді Қазақстанда. Ал соншалықты көп налог, салық төлегеннен кейін Францияда мүмкін қолдаулар көп па? Оны енді айтамайым, прям қолдауын сезесің дегенде. Бірақ өрде налогы сен вообще сезбейсің. Олар звондамайды, сен өз өміріңмен жүре бересің, олар бухгалтерлердің отчеты вовремя істеп тазап тұрса, сезбейсің вообще. Госорган, надзорный органдар өрде вообще сезбейсің. Біріншіден. А екіншіден, былай, мен прямо внимательный не интересуюсь, бірақ көршілерім бар, жолдастарым бар, пенсионерлер дегенде, олар естіп отырады біздің районда, мысалы, біз местный налогтар төлейміз ғой, еще әр городтың байланыс. Олар естіп отырады, бюджетке мына жылы местный бизнесмендер и того мынанша налог төлепті деп, мысалы, да. И сонымен ол налогтың жылына, мысалы, біздің мэрия отчет береді. План береді, алдымен мында кетеді деп ақша. И жылның аяғында план реализацияны көрсетеді. Мен оған қатты қызықпаймын да, бірақ мысалы, бізде бір көршік бар, месье Вальбон. Ол айтып береді, кофе ішкенде,
ты знаешь, мысалы деп французша бізде план бойынша облагораживание, мысалы зеленый насаждениелер, жолдар, тротуарларға мысалы біздің қалада планировалось там 2,5 миллион нетуге төлеуге, чтобы ана жасауды. И мына көрдіңдер ғой, мынаны жасады, то все. И бұны, оказывается, сэкономили 2 миллионға жасап. А 1,5 миллион еще там басқа пляжную зону улучшили деген. То есть енді в основном положительный отзывтар естіп отырасың, что мынандай істелді, и өзің көріп отырасың. То есть ол жағынан налогтан ақша, что желінбейді, өрде кімдің сомнениесі жоқ. Прозрачно, да, ашық. Да, прозрачно. Әркім көре алады. Қызық болса. Мысалы, маған қатты қызық емес, мен бірақ өзім былай көріп отырмын. А свободный адамдар, дотошно, но прям любой кіріп көре алады. Ол жақта қанша көп төлесең де ақшаңыздың қайда кетіп жатқанын бере аласыз. Да, точно. Мына жақта қанша аз төлесеңіз де қайда кеткенін бере алмайсың. Сондай ғой айырмашылық. Точно. Өрде сол көбі кейбір бизнесмендердің жылайтын тенденция сол, что вот налог біз көп төлейміз, и ұнамайтыны сол мигранттар, нелегальная миграция и матпомощь. Матпомощь, енді ол как именно әр мемлекеттің проблемасы, мысалы Францияның проблемасы. Мен енді как националист, мен французский паспорт емес қой, казахский. Бірақ енді бизнесмендермен бірге кішкене сол ойға кішкене ультраправый болмаса да правый жаққа ойымыз кішкене барады. Өйткені Францияның бюджетінен примерно, точно айтамаймын, мен примерно где-то 10%-тен сәл азы социальный нелерге кетеді да, нуждаларға. И соның социальный нужда ең көбінесе мына пособиялар кетеді. Пособиялар, и сен когда есептейсің, что налогты азайтуға болады, мысалы бізге үшін да, бірақ ол үшін пособиялар, грубо говоря, кішкене кесеміз дейді. А сен сосын мысалы внимание обращайсың, кімге пособие беріледі? Сол жерде табасың, что в основном безработный Северный Африкадан келген адамдарға пособие береді. Олар жай жүреді, кафелерде чай ішіп, жұмыс істемей, оларға пособие түсіп тұрады. Еще оның балалары бар. Многодетным семьям көмектеседі государство. Ол жағынан Франция өте как бы социально справедливый мемлекет, көмектесіп тұрады. Бірақ кейбір адамдар, айтамын бәрі, кейбір адам оны прям пользуется. И сол жағынан сол кішкене дисбаланс болып тұр да. Жалпы Марино Мади өзі шетелде бизнес жасап жүрсе де, қазақтың жоғын жоқтап, қазақтың жаңағы Түркістанның белгісі бар, там әртүрлі қазақи брендке қазақи бір иісті береді. Жалпы менің сұрағым осымен қатар, Қазақстанда бағана айтып отырсыз, мысалы егер Қазақстанмен салыстыратын болсақ, қызметкерге төлейтін налог бізге 40%-ға дейін, сіздерде 80%. Да. Ал сосын прибыльға бағана КПН бізде 20%, максимум. Сіздерде тағы жоғары екен, 30%. Бізде ендес 12%. Мүмкіндік бізде жақсырақ енді салық жағынан. Ал бүкіл компанияны осы жаққа көшіріп келу еліңізге ой бар ма жоқ? Жоқ, біз жақты Қазақстанда біздің компания бармыз ғой. Біз бұл жақта істеп жатырмыз. Айырмашылығы Қазақстанда, то есть түгел бизнесті Қазақстанға бұру целесообразно емес та. Өйткені біз бұл жақта тікпейміз киім. Біз бұл жақта киім тігіп шетелге жіберсек жарайды. А біз киімді Европада тігеміз. Сондықтан как бы экономически, логически бессмысленно бұл жақта. То есть это как два разных предприятия. Қазақстанский предприятие біздің оны больше как сатып алады, біздің товарды Европадан, и осында Қазақстанды сатады. Қазақстан, то есть Қазақстан бизнесіміз өз-өзімен, европейский өз-өзімен дегендей да. Несі центр у нас Европа все равно. Өрде идеялар шығарамыз, дизайндар жасаймыз, и өрде товар шығарамыз. Қазақстанды біз алатынымыз тек қана этническая идея составляющая. Просто мен ойлағаным, бізде бағана совместный компаниялар бар. Кейде бізде мүмкіндіктеріміз, мысалы қазақстандықтар көбінде инвестицияны жаңа компанияларды қолдағысы келеді ғой, инвесторлар қолдағысы келеді. Бізде Астанада бір экономикалық зоналар бар. Соларға мысалы совместный бір компания құрса, салық жағынан да өте бір ерекше мүмкіндіктер бар ма деп ойлаймын. Себебі европейский компаниялар бар, жұмыс жасаған компаниясын Қазақстанда құрады. И ол жақта мүмкін филиалдарын ашады, арға жалғастыруға болмай ма деген ой ғой. Ол енді как более сложный схемалар деп есептеймін. Ол сложный схемалар примерно там обороттар 10 миллионнан 20 миллионнан асқа сон, наверное. А пока бізге
мындай кішігірім цифрлар просто неосновательный да, тәжірибе емес, қалай да қалай. Түсінікті. Қазір ақша айналымдарыңыз 1 миллион евродан артық, иә? Компаниянікі артық. Осындай жұмыс көлемін жасау үшін әрине өзіңіз жалғыз жұмыс жасамайсыз. Командаңызда қанша адам? Францияда бізде бизнес жасағанда көрдіңіз ғой, салықтар өте жоғары болса, біз енді аутсорсинг көп жасаймыз. Мысалы, бухгалтерия аутсорсингпен істелінеді. Соны компания жасайды. Логистиканы аутсорсингпен істейміз. Бізде менімен істейтін тек қана дизайнерлер и менеджерлер по маркетинг дегенде. Сол общий командамыз, мысалы, штатта есептелініп отырған 6 адам. Штатта есептелініп. И плюс Қазақстанда 3 адам. Қытайда 1 адам. Сол как основной сотрудник. Қалғандардың бәрі ол аутсорсингпен істелінеді. 10 адам негізінен штаттағы. Сол 10 адамды енді кәсіп туралы адамдарды қабылдау, үйрету, жұмыстан шығару туралы өзіңіздің бір кішкене лайфхак немесе. Осы Қазақстанда мен набирать еткен опытым, мысалы, оқуды бітірдім 97 жылы. 97 жылдан Европаға көшкен бері, мысалы, примерно 20 жыл осында істеді десек, сәл аз. Мен бұл жерде опыт жинадым ғой, как многие казахстанцы, менеджерден бастап, молодой болып, сосын руководитель болып, өзім жұмысқа адамдарды алып дегенде да, түсінем қай мағынада, қай адам істеу керек дегенде да, оцениваю возможности әр адамның. Мынау больше в продажах, мынау больше бэк-офис дегенде да. Ол жақтан опыт бар, уже знаешь. Францияға келген ол опыттарым как база ретінде полезный болды. Бірақ қолдану кішкене басқаша. Өйткені мен өзім бұл салада новичок болған соң, киім саласында. Еще жаңа мемлекетте мен, можно сказать, жаңадан опыт жинадым. Самое главное, как айтық бойынша орысша, самое главное, что все было понятно. Что все было понятно и точно. То есть, вот, например, грубо говоря, менеджер по продажам десек, киім сату, қалай сату керек, мен мысалы түсіндіре аламын. Да? Киімді қалай сату керек, неге акцент беруге, неге дизайнерлерге қандай дизайн жасау керек, мен түсіндіре аламын. Ал мысалы охранникке қалай охрана жасау керек, магазиндерді, территорию мен түсіндіре алмаймын. Мысалы. И ондайға мен даже кіріспеймін. Нанимаешь начальника охраны, он им объясняет. Понимаешь? То есть каждый занимается своим делом, что он умеет. Вот я вот сторонник этого. Не лезь туда, где не разбираешься. Жаңағы өте қызықты. Жаңа айтып отырсыз, сіз Қазақстанда бизнесті басынан бастап үйреніп, соны жетілдіріп шықтыңыз, сосын Францияға бардыңыз да, қайтадан нөлден бастадыңыз шетелде. Мүмкін сіз сияқты Еуропадан бизнес бастағысы келетін адамдар көп, менше қазақтар көп. Екі мемлекеттің бизнес ортасының қандай айырмашылығы бар, және сондай Еуропаға барып бизнес жасағысы келетін адамдар қалай кеңес бересіз? Алдына нелері, қандай дайындықтар болу керек? Ең үлкен айырмашылығы, біріншіден өзім сол опыттан өттім да, қазақстанский метод ведения бизнеса дейік да, и европейский, ол ең үлкен айырмашылығы о том, что Қазақстанда қазіргі заман білмеймін, бірақ біздің заман сол бизнес бастаған кезде біз өте оптимист болғанбыз. Қазір мүмкін тоже оптимисттер бизнесмен, бірақ біз өте оптимист болғанбыз, өйткені ол біз жоқтан шықтық та, то есть ол кезде бизнес тек қана пайда бола бастады, переходный момент, экономика өзгеріліп, то есть любой возможность прорастал как в рост. Любой, грубо говоря, теңгең уже 2-ке көбейтіп аласың, 3-ке көбейтіп, по-любому, да, почти любой. 2000 жылдары сол мен бастаған кезде неудачный бизнестер аз болды. Білмеймін, мен өте кездескен жоқпын, достарымның арасында болған жоқ, былай, неудачный, с точки зрения ойлап істеген бизнес. Мүмкін форс-мажоры болмаса, былай, көбінесе бәрінікі успешный болды, да. У кого-то сильно успешный, ол зависит уже сенің жұмысыңа. Өте активный болсаң, еще быстро успех боласың, филиалдар көп ашып, чуть более медленный болсаң, азырақ, бірақ енді бәрінікі плюста болды, да, в гору шел. Ал и сондықтан, мысалы, Францияға келгенде мен осы опытпен, что я могу все дегенде, да, как бізде поговорка бар, шашкой на коне дегенде, мы намады, бәрін істей аламыз, там сделали бизнес миллиардный, здесь сделаем дегенде, ондай смелость, решительность жақсы, бірақ оны надо Европада осторожно притормаживать.
Өйткені ол жерде заңдар басқаша істейді. И ожидания не такие. То есть ол жерде оптимизм твой так не пригодится, как расчетливость. На Запад, почему он такой цивилизованный, западный считается, прагматичный рынок, то есть там самое главное расчет. Твой оптимизм, амбиции, энергия – это на второй план. Самое главное – точный расчет, прогноз. Поэтому западные люди, они считаются самыми прагматичными. Они меньше всего, то есть ты бизнес-план, вот у нас здесь делится, да, бизнес-план, оптимистичный, реальный, пессимистичный, да, ну, грубо говоря, когда бизнес-план делает. В Европе не бывает 3-4 бизнес, там один бизнес-план, можно сказать. Все, там нет оптимистичного, там один более-менее реальный бизнес-план. И когда я, например, вначале составлял свои 3 бизнес-плана и советовался с финансистами там, французскими, немецкими, они мне консалтинг помогали, они все мои 3 продвигали к пессимистичному. Говорят, вот этот реальный бизнес. Я говорю, как? Я говорю, это самый, как бы, если вот совсем не получится. Нет, он говорит, вот этот самый более-менее реальный. И так оно вышло. Поэтому я шетелде бизнес бастасаң, ол самый главный расчет болу керек. А мен мынандай гениймін, мен мынандай там творчески одаренным или мен сондай успешныймын, ол как бы на второй план қою керек та. То есть это будет как покер. Выиграл дегенде. А лучше на это не надейся. Надейся на строгий расчет, цифры. То есть цифры это самое главное в бизнесе. Түсінікті, керемет жауаптар. Енді өзіңіздің жеке басыңызға байланысты бірнеше сұрақтарды қойсам. Мысалы, бір бизнесті алға жылжытып, одан табысты болып, содан кейін бір жаңа салаға, жаңа мемлекетке бару бір үлкен жігерді, қайратты талап етеді. Жалпы өзіңізде осындай үлкен шешім қабылдауға және өзіңізді әрдайым дамытып отыратын не, қандай каналдар қолданасыз? Запад неге ылғи шақырып тұрды? Мен өйткені теңіз жақсы көремін. Теңіз жақсы көремін, мен кемелерді жақсы көремін. А Қазақстанда мен Балқашқа барып, Иссыкөлге, Каспийский аралына, ол теңізбен қазақтар сәйкес келмейді, ну почти сәйкес келмейді. Қызық емес, балық жегісі келмейді қазақтар. А мен балық жақсы көремін, морепродуктілер, білмеймін, солай туып өстім да, ана ДНК тестке все тапсырым келіп тұр, мүмкін ар жағында бірдеңке бар шығар. Соны өзі ой келіп жүр, бір тапсырып көру керек екен да, ар жағында мүмкін там предіктер басқа қосылған шығар деп. Основа, конечно, қазақ, бірақ ар жағында бірдеңке бар шығар. Сондықтан мен ылғи қызығатын кішкене кезімнен Жюль Верн приключенияларын оқыдым. Мен өте люблю путешествовать. Енді бірақ көп адамдар любит путешествовать, а мен именно морской путешествие жақсы көретім да, и романтика саған ұнайды. Сондықтан мен ылғи Запад шақырып тұрды, өйткені путешествие жағынан олар енді көп жазған, көп көрген, иллюстрациялар, фильмдер көп көрсеткен. Мысалы, мен жас кезімде мүмкін Қытайлардың, япондардың путешествиелерін оқысам, не қызықсам, мүмкін о жаққа қызығар едім. Бірақ мен оқығаным, көргенім сол европейскийлер болды. Бәріміз көрген фильмдер, там, «За 8 дней вокруг света» дегенде, «Дети капитана Гранта», «Жюль Верн», там, «Вокруг света на воздушном шаре», енді көп сондай, да. И сондықтан мен қызығатын бұл западный образ жизни, западная манера одеваться и путешествия именно круизные, морские. И сондықтан мен Францияны выбирать еткенім, ол Средиземное море, да. Мен өзім ылғи сезінемін, что история арқылы білемін, Средиземное море, да, қазақша қалай еді Средиземное море? Жерорта теңіз. Жерорта теңізде. Сол цивилизация сол жерде пайда болған. Бәріміз білеміз ғой историяны. Ол финикийстер болды, египтяне болды, гректер болды, римлянер болды, сол бәрі сол жерде пайда болды. И маған сол, как этот, зов болып жатыр да, что сол жер, как земляның орталығы дегенде, цивилизацияның басталған жер. И сол жерде де, мысалы, культура, қандай тамақ жеу, қандай нелерді өсіру, оливки, финики дейді ғой, сондай қандай киімдер жасау, модта сол жақтан басталды да. И гректер бастады, и македоняне, Александр Македонский, и римляндер да, моды қазір Парижден шығып жатыр, Италиядан шығып жатыр. Сол бәрі факторлар бәрі қосылып, сол менің сезіме кіріп, что мынау центр цивилизации деп есептеуге болады да. Өзіңізді дамытуға кітаптарды оқисыз ба? Конечно. Сол өзіңізді дамытуға оқытқан, өзіңізге ең үлкен әсер еткен бір 3-4 кітапты
кеңес бере аласыз ба оқырмандарға? Ең бірінші әрине ол болды, ол мен наемный фирмада істеп жүргенде 98-99 жылы ол был «Богатый папа, бедный папа». Соны оқып, мен өз бизнесімді ашқам 2002 жылы. Киім саласында жұмыс бастағанда маған өте ұнаған кітап Nike Shoemaker. Nike обувін жасаған адам. Керемет кітап. Я, соны оқам. Соңғы өте қатты әсер еткен кітап ол Диспенса, про квантовую механику, квантовую физику, про мозг. Если правильно работать мозгом, можно сделать все. Диспенсер для меня как кітаптарға топ-топ. Сондықтан қазір былай как коучтар үйретеді ғой, мысалы, былай істеу керек, ана істеу керек. Оның бәрін сен коучсыз өзің таба аласың өз басыңда. Соны просто ключігін дұрыс тапсаң, вся информация өзің таба аласың. Сол диспенсерді оқып, маған, можно сказать, коучтар керек емес. Енді, вот слишком громко сказано, керек емес деп. Просто екі вариант. Сен или коучтарға барасың и типа тез үйренесің. Анаған барасың, мынаны үйренесің, анаған барасың, ананы үйренесің, да? И өзің как салыстырып дегенде өсесің. А екінші вариант, сен өзіңді өсіресің өзің арқылы. Маған сол қызықта, өйткені ол коучтарға көп заниматься ақша жұмсау керек, сосын уақыт болу керек и вращаться етуің керек та. Мысалы, қазақстандық бизнесмендер көп сондайға барады, өйткені олар осында Қазақстанда анда выступает, мында выступает, анда курстары жазылады, көбінде барады, своим ростом занимает. А мен көбінесе шетелде жүргесен, Францияда европейский ондай коучтар көп емес. Вообще Европада мына Қазақстандағындай, Ресейдегіндей ондай тренингтер көп емес, ол рас. Өйткені өрде мен бұлай сезім бойынша, мен айтамайым точно неге, сезім бойынша бұл жерде просто мынандай адамдар, көп адамдар, жастар тез байып кеткісі келеді да. Типа хотят апгрейд такой, вот я научился, например, Маргулан, все, хочу заработать. Как мен айтқандай, Қазақстанда адамдар өте оптимистичный. Сказкаға верит, да, мен үйренем, бүйтем, все істеймін деген. Онда везет 10%, наверное, только. Вот ты поучишься, и тебе вот реально повезло, тебе это взошло. Это просто везение. Всем не можешь везти, то есть кому-то точно везет. Это как кто выбирает, кому-то же попадается нужная карта, а всем остальным, то есть это помогает немного. То есть я не говорю, что коучинг это плохо, помогает немного, но все зависит как бы от ситуации на рынке. Вот какой рынок, какое население, потенциал этого рынка, да, потребители, кто делает предложение, кто делает спрос. И оно все вместе растет, гармонично. Если у кого-то взлетает, то это просто кому-то повезло, или у кого-то родственники, то есть, то есть в Казахстане вот так. А в Европе там все так стабильно, что вот таких взлетов, падений не бывает. Это еще редко. Если здесь, можно сказать, 10%, там, можно сказать, 1% и меньше. То есть там вот так ты можешь вырасти, но ты можешь прогнозировать, когда ты вырастешь. Вот сейчас оборот столько, потом будет столько, потом столько. Но или ты должен такую фишку придумать, что ты взорвешь рынок, так скажем, захватишь его, там много начнешь продавать. Но это вот единицы. И поэтому там таких сказочников нет, что вот я обучусь и вот сразу заработаю. То есть там такого нет. Ал өмірде қандай бір әттеген-айыңыз бар? Он как бы әр адам әртүрлі түсінуі мүмкін да, что кейбіреу прям қатты сожаление деп ойлайды. Мен қатты сожалением ондай болған жоқ деп есептеймін өмірімде. Ал мысалы европейский бизнесті басқаша бастауға, то есть второй вариант істесең не істер едің десе, мен айтар едім, мен бұл финансовый планды более скрупулезно есептер едім деп айтар едім. 14 жылы бизнес-план бастағанда Европада, на Марин Мад, мен кішкене более скрупулезно бастар едім деп ойлаймын. Ол кезде мүмкін кішкене басқаша бастағым, қазіргі біздің жеткен дәрежелеріміз мүмкін более жоғары болар еді. Сол жағының әттегіне деген. Ол қазір болғанымыз, ол өткені шетелге бірінші рет келіп, то есть жаңа келіп, өзің оптимист болып, энергияң көп болып, ақшаң бар, тарт деп бизнеске кіріп кету біздің вариант болды да. Ал қазір
кері аударсақ, екінші вариант болса, мен оны кішкене тағы 1-2 жыл күтер едім. Тағы 1-2 жыл бастамай, тағы 1-2 жыл оқып алып, еще больше опыт жинап, еще больше маркетинг жасап, сосын бастар едім. Егер жаныңызда, тура қасыңызда 25 жастағы Мади отырса, қалай бір кеңес бересіз 25 жастағы? Мен айтам, ешнәрседен қорықпа. Мен вообще по жизни такой смелый деп всегда считался, решительно. Жұмыстан кетемін, мен увольнялся с работы, начинал новый бизнес, но всегда нового ничего не боюсь. Я говорил, продолжай, ничего не бойся. Всегда говорил бы, развивай свое творчество. Мысалы, творчество, мысалы, киім жағынан да, я наполовину творческий человек, наполовину бизнесмен. Өзім, да? А творчество, чтобы поддерживать, тебе нужно все время вдохновение. Вдохновение әртүрлі адамдар әртүрлі алады. Кто-то из путешествий, кто-то с музыки, кто-то вот эту красоту видит, кто-то там женщин дегеней, да, ну, от всего разного. И как бы я бы говорил, продолжай получать вдохновение, то есть больше путешествуй по миру, больше смотри, не сиди на одном месте дегеней, да. И в-третьих, как бы больше вникай в детали, в цифры. То есть вот этот порядок должен быть более жесткий. Потому что когда в тебе 2 человека сидит, дизайнер и бизнесмен, в какой-то момент у тебя может зашкаливать что-то. Например, ты можешь стать более бизнесменом, уходить, тогда у тебя дизайны становятся простыми, некрасивыми. Понимаешь? Ты потому что, а зачем мне это вышивка, то есть, или там принт? Просто белую футболку и все. Цену пониже, вот, чтобы качество хорошее, продать, и все. Когда творческий человек говорит, ну что просто белый, нужно чуть добавить штрих, добавить это, добавить, ну, чтобы чуть-чуть сяндык пол. И цена из этого чуть возрастает. Или, например, срок производства возрастает, потому что ты говоришь, да я не хочу просто такой белый, мне нужно ткань, чтобы было чуть там эластан, чтобы резинка помягче была там. Вот здесь вышивку сделали образец, не нравится, другого цвета вышивку. Мы слышишь, деталь, да? Мы слышим, как у тебя на полу, вот у тебя белые полоски, я говорю, белый резкий, нужно чуть молочный белый сделать. Мысал. И вот так детали, пуговицы, там на пуговицах нету, значит, нужно на пуговицы выбить Марину Мади. Знаешь? И вот так детали, и бизнесмен говорит, не надо все ничего, вот так просто пойдет. И вот это из 2 споров правильно рождается как бы правильный ответ, понимаешь, для твоего бизнеса. Потому что если ты будешь следовать одному, ты превратишься в какой-то, как это скажем, неизвестную марку или как безликую марку. Такие же вещи другие продают. Ты ничем не очередь, просто ты уже будешь конкурировать просто ценой. Цена или там сколько у тебя магазинов, чем больше точек, тем больше продаж ты. Если ты уйдешь слишком в дизайн, ты можешь как бы срывать поставки, не вовремя произвести то, что тебе не нравится, значит, ты уходишь в перфекционизм. Переделать, и раз сезонға уже товарың келмей қалды, мысалы, понимаешь? Бағасы өсіп кетеді из-за того, что ты там слишком много деталей хочешь. А потом ты можешь не отгадать, рынку не так понравится, он не так оценит. И поэтому вот это нужно правильно держать баланс, в моем случае. И вот это, чтобы вот это прочувствовать, ты должен как бы, то есть быть в гармонии с собой. Вот это для творчества. Баланс ұстап келесіз, вот теңшеп. Да, да. Керемет. А у некоторых компаний, например, как Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurent, другие, я всех не буду писать, там всегда работал дуэт. Там многие из них геи были, это как бы другая сторона, да? Они женскую одежду делали. У них, например, один творческий отвечал, другой за бизнес отвечал. Вот это, поэтому эти компании вы видите там в лидерах. Потому что там один отвечал строго за творчество, другой человек отвечал строго за бизнес. Бизнестегі ең үлкен қателігіңіз есте бар. Басқаларға сабақ болар мүмкін. Францияда бизнестен айта алмаймын ондай прям үлкен қателік. Қазақстанда ол енді тоже от характера человека зависит. У меня в какой-то момент было, что, наверное, зазвездил, зазнался. У меня было несколько случаев, 2 случая, но это мне вот так хватило на жизнь, я до урок получил, когда это вот 2005-2006 года, то есть я когда строил вот эти спортивные корты, то есть мы строили корпорациям, нефтяным компаниям, вот там в Актау мы прям Теңге-Шевройлу, вот все комплексы строили спортивные, вот где у них общежитие есть, где живут вахтеры. Там, то есть большие комплексы. Для назарбаевских школ строили всех. И вот было у нас 2 проекта.
частных. Я потом строил министром дома. Вот при Назарбаеве все министры, почти все, у них дома я строил теннисный корт на их коттедже. И с несколькими министрами я прям играл в теннис. Потому что я корт построю и типа давайте первый мяч попробуем. То есть, я лично знаком был, да, с многими из них. Ну, они агашки были, то есть я молодой, но тем не менее, как бы вот я мог приходить, давать консультацию. Меня спрашивали, Мади, какое покрытие лучше на теннисе, да, например, там. Не буду называть фамилиями, но вот они могли консультировать. А они это делали, знаешь, больше для моды, что ли, ну, типа, баллар мойнает, я так, ну, значит, агашки, там, им 50 лет, они не играют особо теннис, просто хотят, как Нурсултан Абишевич играть, мы тоже должны, да. И просто хочу, чтобы дома было, и вот. А что, как, и все равно. И меня спрашивают, я советую, вот так лучше это. Потом раз им показываю, говорят, ну я как инструктор не был, а не своих инструкторов. Вот. И пару раз было, что вот зная таких людей, в нескольких других моментах я как бы называл эти фамилии, ну зазнался, короче, там, говорит, да, я могу с тем порешать, я этого знаю. И вот тут меня как бы, грубо говоря, там, ну, грубо говоря, из-за того, что я чересчур возомнил, какой-то момент, ну, в других местах там кое-где сел в лужу двигаться. И поэтому для меня вот это такой урок, что никогда свою гордость не поднимай слишком высоко. Ты можешь знать и крутых людей, я имею в виду, весомых, но всегда оставайся простым. Вот это я испытал после 2005-2006 года, то есть я думаю, научился всегда быть простым. Хоть там хоть ты миллионер, хоть ты олигарх, хоть ты простой человек, то есть со всеми одинаково. Керемет. Жалпы өмірде сізді не шабыттандырады? Красота. Красота. Да, для меня самое важное это красота. Ну, не то, что самое важное, но вот красота, она как бы так. Жаңа сіз айттыңыз 2000 жылдан бері өте көптеген бизнесмендер жарыққа келді, олар өте жақсы дамыды дедіңіз. Солардың арасынан тыңдауға болатын, тәлім алуға болатын, тәрбие алуға болатын бірнеше сіз мойындайтын бизнесмендерді айтып бересіз ба, қазақстандық? Один из, так скажем, примеров успешного бизнесмена, мы учились в параллельных классах в одной школе, Жанукулов Жумабек. Мы вот физмат закончили. Он сразу пошел в свою сферу бизнеса, связанную с химией, так скажем, для нефтянки. То есть, и вот он всегда шел ровно, правильно, то есть и он, ну, как бы, в отличие от меня, там, читает намазы 5 раз, то есть он такой общественный деятель, создавал фонды, группы, всегда меня призывал тоже там заниматься благотворительностью, то есть они строили школы, там, раздавали, то есть он просто мне звонил, Мади, там, вот мы собираемся там согум делать, будем раздавать туда, там, нужно столько-то вложить, ну, столько-то, то есть вот он всегда этим занимался, и благодаря ему я об этом знал, что нужно то делать, это, и вот тоже участвовал в таких спонсорских проектах, а он прямо этим жил, работал, то есть у него свой бизнес, еще помогал, еще обучал, и его пример, то есть я его знаю со школы, да, и вот сейчас он как бы, ну, достиг еще более высоких высот, и при этом продолжает оставаться таким же человеком, да? Ну, вот это для меня как один из хороших примеров, и причем он, ну, как бы, казахскоговорящий, так скажем, человек, он учился в казахском отделении. Вот могу сказать, вот один из таких успешных примеров. Керемет, жалпы ашық сұхбатыңызға рахмет, бөліп келген уақытыңызға рахмет, керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Бірақ біздің өзіміздің бір дәстүріміз бар, салтымыз бар. Келген қонақтан қонақ кәде сұраймыз. Егер де мысалы осы біздің контенттің жақсы таралуына әсер ету үшін, егер жақсы пікір қалдырған адамдарға бір қонақтан қонақ кәде, яғни ең жақсы пікірге сіз не бере аласыз? Сыйлық ретінде. Біз сыйлық ретінде кепка бере аламыз, мен өзімен әкелдім енді 2 кепка. Керемет, жақсы болды, рахмет. Егер де кім жақсы пікір қалдырады, Марино Мадидан керемет 2 кепканы аласыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Вақытыңызға көп рахмет. Сізге рахмет.